Сіз күн сайын аш қарынға 10 тамшыдан іше бастасаңыз, ағзада қандай өзгерістер болатын туралы білгіңіз келе ме? Бүгін біз сізге дәл осы сұрақтарға толық әрі түсінікті жауап береміз. Ең алдымен, сізді арнамызға қош келдіңіз деп айтқымыз келеді. Егер әлі тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір жазылып, белгішені басып қойыңыз. Бұл сізге жаңа пайдалы видеоларды өткізіп алмауға көмектеседі. Ешкімге құпия емес, сарымсақ адам ағзасына орасан зор пайда береді. Ежелгі замандардан бері адамдар оны көптеген ауруларға қарсы табиғи дәрі ретінде қолданған. Әсіресе вирустық сипаттағы ауруларда сарымсақ пайдасы теңдессіз. Біз оған соншалық үйреніп қалғанбыз, тіпті оның қаншалықты ерекше өнім екенін байқамай қаламыз. Сарымсақ тек қарапайым суық тиюге ғана емес, көптеген басқа ауруларға да көмектеседі. Ал сарымсақ суы халық медицинасындағы ең тиімді құралдардың бірі болып саналады. Сарымсақ әмбебап өнім. Ол тек табиғи әпик қана емес, сонымен қатар түрлі тағамдарға қосылатын керемет дәмдеуіш. Сондай-ақ оның табиғи антисептикалық қасиеттері бар. Оның құрамында фосфор, натрий, темір, калий, кальций, магний, марганец, йод, мырыш, күкірт, В дәрумендері, С дәрумені, Д дәрумені, П дәрумені және адам денсаулығына маңызды эфир майлар бар. Келесіде сарымсақтың пайдасын егжей-тегжейлі қарастырайық. Сарымсақ қандай жағдайда көмектеседі? Сарымсақ, әсіресе сарымсақ суы, көптеген аурулар мен жайсыздықтарға көмектеседі. Егер сіз оны үнемі тұтынсаңыз, жақын арада иммунитетіңіз нығайып, денсаулық жалпы жақсара бастағанын байқайсыз. Сарымсақ суы қай жағдайларда көмектеседі? Тамырларды тазартып, бляшкаларды жоюға көмектеседі. Вирустық және жұқпалы аурулармен жақсы күреседі. Әрі емдеуге де, алдын алуға да жарайды. Буындардағы ауырсынуды азайтады. Бүйрек пен бауырдың жұмысын қолдайды. Жүрек қан тамыр жүйесі ауруларының алдын алады, инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Қанды сұйылтып, тромб түзілуінің алдын алады. Иммунитетті күшейтеді. Гастритке және кейбір ісік түрлеріне қарсы пайдалы әсер береді. Қандағы холестерин мен қысымды реттейді. Сүйек құрылымын жақсартып, олардың сықырын азайтады. Мидың тамырларын тазартып, бас ауруын басады. Ішекті тазартады. Дене глистерін шығаруға көмектеседі. Көруді жақсартады, ісінуді азайтады. Көз ішіндегі қысымды нормалдайды және қабақтың қабынуын тудыратын вирустарды жояды. Қандағы қант деңгейін реттейді. Семіздік пен қант диабетінің алдын алады. Безеуді азайтады. Себебі ол күшті антиоксидант әрі табиғи қабынуға қарсы құрал. Дене шаршауын азайтып, жаттығу сапасын жақсартады. Ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді. Тағамнан тек пайдалы заттарды алуға мүмкіндік береді. Сарымсақтың пайдасы мұнымен шектелмейді. Ол әр адамның үйінде болуы тиіс маңызды табиғи өнім. Сарымсақтың пайдалы қасиеттері. Сарымсақ ағза үшін ең қарапайым әрі қолжетімді табиғи антибиотиктердің бірі. Ол көптеген аурулардың алдын алып, олардың дамуын тоқтата алады. Сондай-ақ ағзаның көптеген мүшелері мен жүйелерінің жұмысын реттеп, оларды жақсартады. Сарымсақтың құрамында пайдалы заттар өте көп. Құрамындағы минералдардың өзі шамамен 17 түрге жетеді. Бұдан бөлек амин қышқылдары, клетчатка, эфирлі қосылыстар да мол мөлшерде кездеседі. Сарымсақтың бірегейлігі оның құрамындағы гермадий микроэлементі мен тиамин минералында. Гермадий қан тамырларының қабырғаларын қатайтып, варикоздың алдын алуға көмектеседі. Ал тиамин ағзаның жалпы тонусын көтеріп, иммунитетке оң әсер етеді. Сарымсақ иммунитетті күшейтетіні бекер емес. Әсіресе маусымдық аурулар өршитін кезеңде оны тұтыну өте пайдалы. Сарымсақ онкологиялық аурулармен күресуге де көмектеседі, әрі қанды тазартады. Оның құрамындағы күкірт қосылыстары қанды тек тазартып қана қоймай, сұйылтады. Бұл қысымның төмендеуіне және тромбтардың пайда болу қаупінің азаюына әкеледі. Сондықтан гипертониямен ауыратын адамдарға сарымсақ міндетті түрде қажет өнім болып табылады. Сарымсақты дұрыс таңдау жолдары. Сарымсақты немесе сарымсақ суын емдік мақсатта қолдану үшін оны дұрыс таңдай білу қажет. Бұл өте маңызды. Дұрыс таңдалмаған сарымсақ дұрыс сақталмауы мүмкін және қажетті әсерді толық бере алмайды. Сарымсақ сатып алар кезде әрбір бастың сапасын мұқият тексеріп көріңіз. Көп жағдайда жемістерді ерте жинап алып, сату үшін уақытынан бұрын пісіріп жібереді. Мұндай сарымсақ тез бұзылады, ұзақ сақталмайды. Сарымсақты ұстап көріңіз. Бастары қатты болуы керек. Ешқандай жұмсақтық сезілмеуі тиіс.
шамадан тыс көп қабық немесе ығалды сезсеңіз, ондай сарымсақты алмаңыз. Дұрыс, сарымсақтың бастары құрғақ әрі мықты болады. Дәл осындай сапалы өнім емдік су дайындауға жарамды. 12 елі ішек жарасы бар адамдар, асқазан жарасы бар адамдар, гастритпен немесе асқазан ішек жолдарының кез келген қабыну ауруларымен ауыратындар, эпилепсиямен ауыратындар. Себебі сарымсақ ұстаманы қоздыруы мүмкін. Жүкті әйелдер, бала емізетін аналар, бауыр немесе бүйрек аурулары асқынған кезде, кез келген өткір қабыну кезінде. Егер осы қарсы көрсетіндердің кем дегенде бірі болса, сарымсақ суын қолданбаған дұрыс. Әйтпесе, жағдайды ушықтырып алуға болады. Сарымсақ суының рецептері. Сарымсақ суын дайындау өте оңай. Ол үшін сізге бір ас қасық ұнтақталған сарымсақ қажет болады. Бұл мөлшер шамамен 5 пен 8 аралығындағы сарымсақ түйіріне тең. Сарымсақтың көлеміне байланысты. Сонымен бірге 200 немесе 250 мл шамасындағы жылы су керек. Міндетті түрде есте сақтайтын маңызды нәрсе су жылы болуы тиіс. Салқын су жарамайды, ал қайнаған өте ыстық суда қолдануға келмейді. Сарымсақты сіз тертгіштен өткізіп немесе арнайы сарымсақ сыратын құралмен езіп аласыз. Ең бастысы, сарымсақ міндетті түрде езілген болуы керек. Таңдалған ыдыс терең болуы тиіс. Езілген сарымсақты сол ыдысқа салып, үстінен жылы су құйып, жақсылап араластырыңыз. Одан кейін қоспаны қараңғы жерге қойып, 2 апта бойы тұндырасыз. Бұл уақыт ішінде қоспаны ара-тұра шайқап тұру керек. Дайын болған тұнбаны тамақтан жарты сағат бұрын 10 тамшыдан қабылдайды. Күніне 2 немесе 3 рет ішуге болады. Сарымсақ суын сүтпен араластыруға да болады. Бұл үшін 50 мл сүт қажет. Егер сіз гастритпен немесе ішек қарым қабынуымен ауыратын болсаңыз, дайын тұнбадан 20 тамшы және 100 мл сүт қолданасыз. Бірақ бұл жағдайда сусынды күніне 1 рет қана ішуге рұқсат. Сарымсақ суы курспен қабылданады. Бір курс 1 айға созылады. 1 айдан кейін міндетті түрде үзіліс жасау керек. Сарымсақ суының басқа да рецепті сіз жоғарыдағы рецептпен дайындалған сарымсақ суын қолдана аласыз. Яғни, 1 ас қасық езілген сарымсақ, 1 стакан жылы су. Осы тұнбаға 3 тілім лимон және 4 тамшы зәйтін майын қосуға болады. Бұл сусынды да дәл сол схема бойынша қабылдайды. Ішер алдында жарты сағат бұрын. Тағы бір әдіс бар. Сарымсақты түрлі жапырақтармен бірге тұндыру. Ол үшін 2 литрлік ыдыстың түбіне вишня жапырақтарын, қарақат жапырақтарын, хрен және укроп жапырақтарын салып, үстіне жарты килограмм тазартылған сарымсақпен 40 грамм тұз қосасыз. Сосын барлық ингредиентті жауып тұратындай етіп, жылы су құйылады. Ыдыстың аузы 2 қабат дәке арқылы жабылады. Тағы бір өте жылдам рецепт бар. Ол үшін сізге жарты түйір сарымсақ жеткілікті. Оны тергішпен үгітіп немесе сығып аласыз. Содан кейін үстіне 1 стакан жылы су құясыз. Бұл рецепттің ерекшелігі, оны 2 апта күтудің қажеті жоқ. Сусын бірнеше минуттың ішінде-ақ дайын болады. Дәл осындай сусынды тек таңертең ғана аш қарынға ішкен дұрыс. 1 реттік доза жарты стакан мөлшерінде. Сарымсақ суын дайындау барысында есте сақталуы тиіс ең маңызды ереже бар. Сарымсақты міндетті түрде езілген, басылған немесе кесілген түрде қолдану қажет. Кейбір адамдар оны бүтін күйінде суға салып қояды. Бұл жағдайда ешқандай пайда болмайды. Езілген сарымсақтың ішінде аллеин деген зат аллицинге айналады. Ал аллицин адам ағзасына орасан зор пайда беретін басты компонент. Сарымсақ спирт қосылған тұнбаларды іше алмайтын адамдар үшін керемет балама. Бірақ оның айқын өзіне тән иісі бар. Бұл дәм бәріне ұнай бермейді. Сондықтан сарымсақ суын ішкеннен кейін лимон тілімін немесе жалбыз жапырағын шайнап жіберуге болады. Сарымсақ суын дайындағанда әрдайым бір маңызды ережені есте сақтаңыз. Сарымсақты міндетті түрде езілген, басылған немесе ұсақ кесілген түрде қолдану керек. Кейбір адамдар қателесіп, сарымсақты бүтіндей күйінде суға салып қояды. Бірақ мұндай жағдайда сусын ешқандай емдік қасиет бермейді. Ең маңыздысы, сарымсақтың ішіндегі аллеин деген зат тек езілген кезде аллицинге айналады. Ал аллицин сарымсақтың ағзаға әсер ететін ең негізгі әрі ең пайдалы компоненті. Дәл осы аллицин адам денсаулығын жақсартуға, иммунитетті күшейтуге, қанды сұйылтуға, тамырларды тазартуға, қабынуды азайтуға көмектеседі. Сарымсақ спирт қосылған тұнбаларды іше алмайтын адамдар үшін тамаша балама болып саналады.
алайда оның өзіне ғана тән иісі бар, сондықтан бәріне бірдей ұнай бермейді. Мұндай жағдайда сарымсақ суын ішкеннен кейін лимон тілімін немесе жалбыр жапырағын шайнасаңыз, жағымсыз иіс тез басылады. Біздің видеоны көргеніңіз үшін сізге үлкен рахмет айтамыз. Бүгін біз сарымсақ суының пайдасы, оның ағзаға әсері, дұрыс дайындау әдісі, кімдерге болмайтыны, иммунитетті қалай күшейтетіні және оны қалай дұрыс қабылдау керектігі туралы толық айтып бердік. Сізден арнаға тіркелуді және белгішені басуды сұраймыз. Бұл сізге алдағы жаңа пайдалы видеоларды жіберіп алмауға көмектеседі. Сонымен бірге біздің еңбегімізді бағалап, лайк басып қоюыңызды сұраймыз. Бұл бізге сізге әрі қарай да пайдалы ақпараттар жасауға мотивация береді.